Дәл қазір экраннан мен жинаған 4 миллион, 2,1 миллион, 500 мың просмотрларды көріп отырсыз. Бірақ, білесіздер ма? Ең қызығы, бұл просмотрлар сізге ақша алып келмесе, ешқандай да пайдасы жоқ. Сәлем, есімім Нұрсерік, жасым 24-те, контент продюсермін. Бұл қысқа сабақта 95% Reels эксперттері үндемейтін тақырыпты қозғаймыз. Бұл роликтің ішінде мен өзімнің четкий кейстарымды, өзім қалай видео жасадым, өзім қалай түсірдім да қалай монтаждадым, и басын, хуктарын қалай бір видеоны өзгертіп, бірнеше миллион просмотр алып келгенім жайлы айтамын. Чисто өзімнің кейсіммен сөйлеймін. Теоретически ештеңе жоқ, барлығы мен қалай жасадым, соны бүйтіп просто открываю все карты. Және сабақты соңына дейін қараңыздар, соңына дейін қарағандарға мен мықты бір ұсыныс айтамын. Достар, қараңыздар, мына жердегі 1,1 миллион жинаған рилсыма разбор жасап берейін. Хук то же самое мен өзімнің рилсымда қолданылған хук. Ассалаумағалейкум аға, атуға барып саласың ба, осы ақша болмайды. Артта бар ғой, автобуспен барсайшы, бар остановкаға бар. Ақша жоқ аға, оған контролер анау мынау штраф болады. Екі қолың бар, екі аяғың бар. Қалай ұялмай, сұрайсыздар, Бұл жерде қандай хук қолданылды? Бұл жерде разрыв шаблона, шоковый визуал. Шын өмірде бұлай студент ақшамен проблема болып апарып тастаңыз деп сұраса, ешкім оған просто так отказ беріп өтіп кетеді көбінесе. Вот осындай кофе лақтырып, кішкене кері байланыс беретін адамдар өте аз. Енді бұл жерде монтажына келетін болсақ, басында ең острый моменті какой-то 2-3 секундына кетті. Дальше уже сюжет налаживается, басталды. Бірақ ортасына қарай уже шынайы адамдардан сұрап, даже біреу көмектесіп, соған шынайы ақшасын беріп, дальше уже біз call to actionға группаға тіркелесіз, біздің WhatsApp группада сайтқа қарай уже адамдардың барлығын трафикті жіберіп отыр. Получается, 1 миллион 100 адам, 1 миллион 100 мың адам біздің сайтымызды көрді. Соңына дейін қарағандар, енді доля 50% немесе 30% болғанның өзінде де 300-400 мың адам тегін трафик бұл жерде біздің сайтқа өте алды деген әңгіме. Енді басындағы хукты разборын жасап өттік. Дәл осы хуктың басын какой-то 3 секундтың өзін кесіп тастап та чисто сюжеттің өзін пробныйға салғанның өзінде де жақсы просмотр жинай алды. Бұл видеодан бізге, қателеспесем, менің бар кезімде 14 мың подписчик, ал қазір қарайтын болсақ, может 20 мыңға дейін жетіп қалуы әбден мүмкін. Енді 4 миллиондық просмотрды қалайтын болсақ, эксперт более гүлге жақын, эксперт более эстетикаға, әдемілікке жақын болғандықтан распаковкасының ішінен шығарып алынған идея бұл да. Это он? Да. И это тоже вам. Бұл жердегі атып кеткен нюанстар, бұл идеяны негізі көбісі түсірді. Бірақ ешкімде ол 4 миллион жинамады, басқаларда салыстырмалы түрде. Және ешкімде ол видео 160 мың подписчик алып келген жоқ. Мен қазір сізге дәл сол роликтің статистикасын ашамын, ол мен бар кезде. Ескерте кетейін, мен бар кезде. Қазір одан кейін қаншама ай өтті, ол видео әлі бітпей жайлап қосылады, именно подписчиктері сәл қосылады. Мынау примерно предпоследний скринім 151.830 подписчик бір видео алып келді, және бұл 95% әйел адамдарға кетті гүл болғаннан кейін. Соңында қарағанда 160 мың шамалас болып тұрған бір ролик. Основной бұл жерде атып кетуге әсер еткен факторлар, бұл мына жердегі қыздың более андай шетелдік қызға ұқсауы, және гүлдің келген кездегі оның реакциясы в моменте алынған. Яғни дәл осы өзінің эмоциясын жасырмай, как положено бүйтіп қуанғаны оған әсер етті видеоның атып кетуіне. Көбінесе байқасаңыздар, бұндай роликтарда даже бұл жердегі қыздардың өзі эмоциясын ашпай, просто бүйтіп дей салады. Ал ондай видеоларда просмотр көбінесе болмайды. Лайктың өзін қарасаңыздар, 207 мың лайк, получается 4 миллион просмотрдан 207 мың лайк түсіп тұр. И примерно 160 мың, даже 165 мың подписчик болу ықтималдылығы бір роликтің өзінен, достар. Дальше мынау 2-4 миллион жинаған кейсімен бөліссем, бұл жердегі тоже менің коронный идеям бар, студентпен машинамен жаққа бару деген. Казгуға дейін жеткізіп қоясыз ба вообще? Ақшам ой. Ой, ну короче, давай к делу. Менің коттеджіме барайық. Бұл жердегі ұстап тұрған хук студенттің қолындағы 0,5 пепси.
Білесіздер ма пепсидің темасын? Типа Есентайда пепси ұстап тұрсаңдар осындай күшті бай әйелдер сені алып кетеді деген сияқты бір прикол болды. Бірақ бұл кешігіп түсірілген тренд деп санаймын. Одан кейін бір жарты жылдан кейін түсірдік біз. Ол тренд шыққаннан кейін даже 9 ай может 1 жылдан кейін түсірдік. Бірақ Есентайда түсірген кезде мынау даже 20 миллионға дейін, примерно 10 миллионға дейін атуы мүмкін еді. Дәл сол қызып тұрған кезде. Өйткені бұл хукты әлі ешкім қолданған жоқ. Пепси ұстап тұрған кезде ну, типа милф әйел адаммен ешкім келген жоқ. Дальше уже біз ол актер көшеде тұрды, біраз уақыт тұрды, жарты сағатта ешкім оған тоқтаған жоқ, не көріп отсаңыздар. Дальше уже таксистке шынайы ақшасын беріп деген сияқты. Және одан бөлек мына жақта біздің уже кәдімгі ағай сол добрый құжатты дело алып қойып едім. өткізген Өтініш рилстар тегін бар. тасып бересіз ба? Алладан қайтады ғой. Бұның барлығы байқасаңыздар бір ғана. Бұны мен жалғыз өзім түсірдім, өзім монтаждадым, идеясын өзім айттым. Получается, осындай просмотрларды кәсіпкерлерге болсын, бизнеске болсын жасап, плюс комментарийлардағы жақсы бір махаббатты, бір добрый душаны, және бұл жерде бір қызығы, мен қазір сіздерге айтайын, кәсіпкерлердің өзінің бір офлайн точкасы болса, немесе крупный бір бәріне келе беретін бір товары, сатылатын товары болса, тогда этот формат круче келеді. Круче реально жатып кетеді. Вот осындай нәрсені хуктарды қолданып, миллионный просмотрларды, 500 мың, 100 мың, 200 мыңдық просмотрларды оңай шығаруға болады. Экспертный мнениеға өтек, бұндай социальный роликтарды түсіру арқылы сіз өзіңіздің узнаваемостіңізді, дүкеніңіз, офлайн точкаңыз немесе товарыңыз болса, оған қаралым арқылы сіз узнаваемостьті арттыруға болады. Но в принципе бұл жақта чисто воронкаға жалғанған болса, біз жаңағы бірінші проектіміздегідей барлығын воронкаға жалғап, тегін эфирде өзінің товарларын сатты. Және ол эфирде кәсіпкеріміз 100 миллиондап өзінің продажасын жасай алды. Яғни біздің как контент продюсер ретінде мақсатымыз ол кісіге любой даже өздеріңіздің клиенттеріңізге трафикті алып келу. Енді бірінші формат ол социальный роликтар арқылы. Біріншіден сіз добрый душа арқылы. Реально тек қана хайповый емес, но и можно там чуть-чуть добавить прикола, но примерно 70% жақсылық арқылы келу керек. Сізді жақсы көру, махаббаты оянуы керек. Черный хайппен ол жағынан жасауға мен кеңес бермеймін. Ол жағынан сізді жек көріп кетуі немесе хейттің көп болуы мүмкін. Екінші форматы, сіз өзіңіздің проекттеріңізге хуктарды қолданып, сіз уже распаковка личности арқылы қандай нәрселерді ашуға болады, қандай раналарды қозғауға болады, проявляция етуге қандай темаларды қозғауға болады, граньнан асып кетпей, шынайы келтіруіміз керек. Оны уже storytelling форматымен келтіруге болады. Storytelling форматы мысалға мен көп байқайтыным абьюзер кеуім или азартник кеуім мені қалай ұрып тастады деген сияқты бұрынғы фотоларыңызды қойып, музыканы қойып, тек қана тексттармен. Бұл да жақсы ататын, и плюс сізге реально сізге ғашық қылатын контенттердің бірі, өйткені сіздің өткен бэкграундыңыз көрінеді, и бэкграундыңыз арқылы сізге адамдар сіздің жолыңызды көріп, қиын болған жолыңызды көріп, махаббат артады. Және үшінші формат деп айтуға болады, бұл более-менее лайфхакқа келеді. Егер бір саланың эксперті болсаңыз, сізге экспертный контент түсіру қажет. Чем миллионный социальный роликтарға қарағанда сізге экспертный роликтар более пайдалы. Өйткені сол сізге продажа алып келеді. Мейлі 10 адам подписка жасасын, 20-30 адам, 50 адам подписка жасасын, бірақ түбінде сіз тоқтамай сол экспертный контент жасасаңыз, содан сізге продажа болады. Оған менің лайфхагым мынадай. Сіздің идеяңызда, сіздің миыңызда бір идея тұр. Массажбен айналысасыз. Мойынға қалай массаж жасау керек деген бір идеяңыз тұр. Оны қалай хук таңдау керек оған. Шире қалай хук таңдау керек. Бірінші ChatGPT-ға, Gemini-ға, Claude-ға кіресіз, любой там поисковой иішкаға кіресіз да, осындай идеяңызды жазасыз. Осы идеяны, осы тақырыпты маған широкая аудиторияға бәріне оңай түсінікті болатын, миллионный просмотр жинайтын хуктарға айналдырып бер дейсіз. 5 вариантын жазып аласыз, 5 вариантын басына түсіресіз. Какой-то 4-5 секундын басыңызға түсіресіз. Может там сізге айтуы мүмкін. Сиденьеде отырған кезде алып қалды. Может там басыңыз
кондердің астында жатып қалған кезде ауырып қалды деген сияқты 5 түрлі басын түсіріп алдыңыз. Ортасы и соңы воронкаға бағытталған бөлігі ол солаймен қалады. 5 түрлі форматты алыңыз да монтажда сіз уже одан 5 ролик шығарасыз. Біреуін өзіңізге жақын основнойға салып, қалған 4-еуін басын өзгертіп, ортасы соңын қалдырып, пробный рилсқа салсаңыз болады. И вуаля, сіз бір идеядан 5 ролик шығардыңыз. Енді сізде шансыңыз қай жақта көбірек? Бір рилс салып, просто так сол бір рилс өтпей қалды деп мұңаю сізге эффективно ма? Немесе бір рилсіңіз основнойда өтпесін, а вот пробныйда біреу атып кетті. 30 000 просмотрға хотя бы. Сол эффективно ма? Получается, сіз бір отырып, мысалы 5 түрлі әңгіме айтып, какой-то 5 секунд басын, ал ортасын соңын просто на монтаже ауыстыра саласыз. Вот, на идея, прям реально разрывающая. Мен мұны даже ешкімнен естімедім деп айтар едім. Вот осында үшінші как лайфхак ретінде хуктармен қолдансаңыз болады. Және ең соңында әр роликіңіз ақшаға бағытталуы қажет. Чатботпен, немесе комментарийға бірдеңе жаз, немесе дайректке бірдеңе жаз. Барлығы атсын, атпасын, барлығы сіздің воронкаңызға сәйкес болуы керек. Не сатарыңызды білмесеңіз де просто дайректке жазсын. Мүмкін консультация сатасыз, мүмкін услугаңызды, мүмкін мини интенсивіңізді сатасыз. Барлығы сіздің рилсіңіз сіз үшін жұмыс істеп тұруы керек. Вдруг атып кетті, ал сіздің сататын ештеңеңіз жоқ, қараған адам просто так өтіп кетті. Ал ол адам сізден бірдеңе сатып алуы мүмкін еді. Ну вот, достар, осы жерге дейін қарасаңыздар, мен реально жақсы ақпарат айта алдым деген ойдамын. Және сіз жақсы ақпаратты түйіп, өзіңізге пайдалы жағынан қарастырып алдыңыз деп ойлаймын. Енді сізде екі вариант бар. Дәл осы информациямен просто өзіңізбен басыңызды тамтасқа, стенаға соғып, бір рилс салып қойып, 200 просмотр, 1000 просмотрмен қалып, дальше күнкөрістің басқа жұмысқа кіріп кетіп, өзіңіздің блогыңызды откладывать ету, проекттеріңізді атпай қалып, мұңайып, выгоранияға, депрессияға түсіп кету. Бірінші вариант. Немесе екінші вариант. Төменде менде сілтеме бар. Мен өзімнің 1 сағаттық стратегический сессиямда, негізі ол 70 000 теңге тұрады. Мен сіздерге 19 990 теңгеден ұсынамын. Ол жақта не болады? Онлайн сізбен бірге Zoom платформасында 1 сағат бойы стратегический сессияны қабылдаймыз. Сіздің қазіргі ұстап тұрған кедергілеріңізді сұрап, сізге қандай идеялар керек, рилс бойынша, контент бойынша, продвижение, воронка бойынша, және сіздің проекттеріңізді талқылауға, немесе сіздің профиліңізді талқылауға мен 1 сағат уақытымды сіз үшін арнаймын. Төменде сілтеме бар. Ол жаққа кіріп, просто так жазсаңыздар болады. Мен сізге өзім жауап беремін. Бағасы небәрі 19 990 теңге. Бұл видеоны соңына дейін қарағандарға ғана арналған арнайы ұсыныс. Бұл ұсыныс басқа еш жерде болмайды. Тек қана осы сілтемеге өткен адамдарға ғана болады. Сіздің хук стратегияңызды полностью жазып беріп, дальше уже оны қалай ақшаға айналдыратын, ақша печатать ететін воронкаға қалай қою керектігін барлығын сол стратегический сессияда бүге шүгесіне дейін түсіндіріп айтып беремін. Төменде сілтеме бар. Тек қана осы видеоны соңына дейін көргендерге арналған. Сау.